Фариза Оңғарсынованың шығармаларын насихаттауға арналған әдеби музыкалық кеш шымылдығы ақынның балалық шағын, жастық шағын және кемелденген шағын көрсететін көріністермен ашылды. Бұдан соң кеш жүргізушілері ортаға шығып, Фариза апамыздың өмірі мен жазған туындылары жайлы ақпарат ұсына отырып, көрермендерді ақын өлеңдерін оқитын өнерпаздармен таныстырып отырды. 7-ші И сынып оқушысы Жанет Рамазанова «Ақ мамам» өлеңін, 8-ші Си сынып оқушысы Аймөлдір Қарқын поэзия өлеңін, 8-ші И сынып оқушысы Адина Сағатова Татьяна Флоровскаяның аударуындағы Қазақстан өлеңін, 7-ші Си сынып оқушысы Құралай Ерханат Айша Бибі өлеңін, 8-ші Б сынып оқушысы Нұрбол Тілеуғабыл Жақсылық туралы жыр өлеңін, 7-ші Е сынып оқушысы Қағанат Қайырлин Оюлар өлеңін, 7-ші И сынып оқушысы Абылай Айтанов Бекет Карашиннің аударуындағы Одиночка и толпа өлеңін оқыды. Әр өнерпаз өзі ұсынған шығарманың мәні мен мағынасын терең түйсігінен өткізіп, көрерменге ақын сіңірген қанық бояуымен жеткізуге тырысты. Педагог-куратор Самал Төлеухановна Оразиманова, қосымша білім беру педагогтары Аслан Бауыржан және Ержан Шайзыратұлының орындауында «Жайықтың толқындары» әні әдеби музыкалық кешті шарықтырды. Кеш соңында мектеп директорының орынбасары Гүлшат Тоқтасынова Мұхтарханова сөз алып, Фариза Оңғарсынованың ақын ретінде келер ұрпаққа айтар өсиеті мен қалдырған мұрасы орасан зор екендігін баса айтып, шараның басты ұйымдастырушысы педагог-куратор Мақпал Ертісбаева мен барлық қатысушыларға алғысын білдірді.